Ассалаумағалейкум достар. Біз Шымкенттеміз. Айдос бауырымыздың сүт ұстайтын қорасына келдік. Қораның ұзын турасы 13-6 метр. Кәдімгі саманный блоктан жасалған. Үсті шөп сақтайтын орын. Ешқандай да утеплитель жоқ. Кәдімгі лай. Қазір ішіне кіреміз, бәрін көрсетеміз. Соңына дейін көріңіздер. Міне мынау ортадағы проход. Осы жерде тап-таза адам кірет, жем шөбін салады. Екі жағынан сиырлар тұрады. Осы екі проходқа, екі жаққа 10 сиырдай сияды. Ақырға келетін болсақ, бұл металлический лист кәдімгі. Бұлай есептеп көрдік. Ұзындығын 65 сантиметр. Сарайдың ұзындығын айтып қойдым 6 метр. Асты ағаш 1,80 сиырдың тұратын орны. Ары қарай малақ қылайтын жері 40-45 сантиметр. Тағы да малақ тазалайтын орын 90 сантиметр. Міне Айдос та келді. Айдос, ассалаумалейкум. Бізді осылай шақырған үшін рахмет. Сиырларыңыз туралы қандай порода, бір-екі сөз айтып жіберсеңіз. Бұл сиырлар қарапайым шаруашылықта мал. Порода емес, қазір. Бір 10 сиыр қармайды ұстайды екенсіз, бір орташа қанша литр береді? Бір бас. Орташа бір бас орта есеппен 6 литр береді. Күніне 6 литр деген, е? Бір жылда бір 2 айдай демалады, е тағы? Ол туатын не істейтін кезде 7 ай сауғызатын бар, туғанша сауғызатын сиырлар болады. Әртүрлі, е, короче. Сиырдың тағы да бір ескеретін жайт, пайдасы бұзаулардың бір жылдық оның сүті, жемі, ол еті, оның бәрі кете береді, бұл жерде пайдалысының несі көп. Например, бір бұзауды бір жыл ұстасаңыз қаншаға сатуға болады базарда? Еркек бағашысын. Еркегі мысалға бір жасқа толған кезде 160-170-ке сатасың, ұрғашысы сәл қымбаттау жүреді. Рахмет. Жем шөбін осы жазда қалай? Жем шөбі өз Қыста қалай деген? Бидай орақ кезінде аласың, майда өз шөп орақ басталады. Шөп орақ кезде орып, болмаса сатып аласың. Бұлай жазда далада, е? Жазда өрісті жайылымға аз барып келіп жүре береді. Осы Айдос бауырымыз малды өзі жаюға тырысады, және де басқа етін қосып, тағы да қосымша ақша алады екен. Осындай қазір ішке кіріп тағы да сұрақтар қояйық. Обычный қарапайым пішен. Енді пресс шөп 20 килограмм, е? 15-20 килограмм шығады. Неде қазір 3-тен 1 бөлігі жатыр. Енді режимін айтып кетсеңіз, азанда тұрасыз? Азанда 7-7,5 аралығында обязательно жем беріледі. Мен қазір беріп атқан нем кебекпен бар да. Одан кейін жарты сағат салып, сауып алам. Одан сауып болғаннан кейін обязательно шөп салам. Шөптен кейін су ішеді. Кейін тұздары бар. Ақырда. Ол тұз тассыз дейді бұны. Емін ерген, е? Йоттамаған емін ерген өздері қалғанша жалай береді. Түсте шөп, потом? Түсте шөп, су ішеді. Кешке тағы да 6-да, как положено, жеммен бардасын жеп, сауылып, сабаны салынады. Негізі, бұзаулар неміз есіп бәр, жоқ әлде? Бұзаулар немізбен, бұзауларын отдельно өз қорада тұрады. Олар ембейді, шелекпен шеді. Болды. Барда деген осындай болады. Барда мынандай құрғағы, бидайдың 4-3 сорттан шыққан сығындысы. Бұл қаншадан алынады? Қаншасы тұрады? Қазір қайерден несе отқан білмеймін, өзім неден вагоннан 22 теңгеден ай сайын шамалап алам. 2 тонна бір ай шамада бір айға жетеді. Соған қарап алам. Көп тұрсақ нестеп кетеді, құрттап кетеді. Көп тұрса құрттап кетеді. Жаздың күні сыған сайын оны специальный өзінің бөшкісі болады. Ішінде күленкі қапталған. Соған салып, бетін жауып қоямыз. Кебек қаншадан болып отыр? Кебек қазір 56 теңгеден болып жатыр.
Оны да есептеп әкелеміз, айына шағып. Бір айға жететіндей қылып, Бір айға жететіндей қылып. Онда көп тұра берсе көгеріп, ертең күні мал отравление болып, болса үстілеріне без пайда болады. Енді сұрайтынымыз күнделікті 10 басқа қанша пресс шөп, қанша кебек, қанша барда кететін сол туралы. Күнделікті әр мал басына 2 килограмм кебек кетеді, және 6 килограмм барда кетеді. Шөп пресс бір күнде 4 немесе 6 пресс кетін жегіземіз. Пресс қаншадан алынған негізі? Сезон кезінде 230 теңгеден алынған. 230 теңге. Көк пресс. Көк пресс. Осында. Енді сүт туралы сөйлесек, сүт қай жерге өткізіп жатсыздар? Сүтті қазір сонша литр көп. Сүтті жекеменшік кәсіпкерлер бар, солар өздері келіп, өз алып кетеді. Бағасы қаншадан алып жатыр? Бағасы қазір 120 теңгеден алып жатыр. Қыс ауасы сәл қымбаттау жүреді. Енді ауылда сүт көп болған екен, сәл бағасы қала қарағанда төмендеу жүреді. Құрметті көрермен, өздеріңіз есептеп беріңіздер. 10 сиыр 6 литрден орташа есеппен жыл сайын беріп тұрса, 75-тен 120 теңгеге дейін теңге. Енді секрет болмаса, бір сиырдан бір жылда 200 мыңдай құлай ма пайда? Бұзауы бар, сүті бар дегендей, шығыны бар, 200 мыңдай. Қалады, ол малдан шығыны жай қалады. Мысалға 10 сиырға бір сиыр деп шөп есептейсің, ол как положено заңдылығы, ол кез келген неде. Ол 10 сиырға бір сиырдың құны шөбі ол арзит деп не істейм? Оның балдарасы бар, төлі бар, сүті бар, оның еті бар дегендей. Одан пайда жақсы қалады. Бұлай медикамент еше, ауырып қалса, өздеріңіз емдейсіздер ме? Ауырып қалса өзім емдеймін, өзім бәрін білесіздер уже. Мал арасында жүрген екен, және де өзіміз опыт бар десеңші. Опыт бар, және өз врачтар бар ауылда. Ауылда. Звондайсың, кеп дәрілерін айтады, өзіміз сала береміз. Болды, көп рахмет сізге. Енді достармен қорытындайтын болсақ, қора осындай проем, малық қойатын асты ағаш. Қора салмақсың ба? Қора осындай. Сонымен қора осындай болды. Айдоста 16, 14, 15 литрге дейін беретін сиырлар да бар екен. Бірақ 5 литр беретін де бірінші тумалар да бар екен. Бағана айтқан 6 литр ол күнделікті 60 литр өткізетін көлем екен. Бұзауға беру бөлек екен. Айдос сиырларын өзі сауады екен. Айдосқа бұл шылдатқызып лайық қойықшы ағайындар. Негізі Шымкентте ауа райы жылғы болғандықтан есіктің орнына осындай кілем тұрады, терезенің орнына қазір мынандай пластиковый пленка тұрады, именно тесігі бар кәдімгі ағаш есік. Кімде-кім осындай елге премьер болам десе 800-708-208-45-10. Сау болыңыздар.